Біздің әдебиетіміз, біздің мәдениетіміз, біздің тарихымыз, біздің дәстүріміздің қалған жерлерін қайдан табуға болады? Құлпытастардан табуға болады. Ескі жәдігерлерден табуға болады. Ол кезде басына барып қарасаңыз, Алла тағала туралы жаңағы мұсылман болғандығымыздың белгісі бисмилла рахман рахим деп бастайды. Болмаса жаңағы ля илаха илалла деп бастайды. Бұрынғы батырларымыздың дулығасында ля илаха илаллах деген жазу болған. Найзаларының сабында ля илаха илаллах деген жазулар болған. Оларды қайда қоямыз? Мысалы, ол біздің тарихы. Құлпытастарда мысалы оның өзінің мысалы мынадай құлпытастар болады. Енді ескі нәрсеге кіріп жатырмыз ғой. Бір құлпытастың 4 қыры болады. 4 қыры болған кезінде алдынан жаңағы аты жөні тегі, мына жағындағы тарихы, тағы несі үлкен 4 жағында 4 түрлі не болады, жазу болады. Олардың барлығы араб тілінде, парсы тілінде, немесе шағатай тілінде, немесе төте жазумен жазыла береді. Олардың барлығы мысалы бүгінгі ұрпақ соны біліп отыру керек.